Сәлем, менің сүйікті оқушыларым, сендерді көргеніме қуаныштымын. Бүгін біз workbook кітабы бойынша жұмыс жасаймыз, яғни жұмыс кітап дәптері бойынша. Олай болса, workbookты ашамыз. Unit 1 Our Class. Бірінші тарау Our Class тақырыбы берілген 8-ші бет on page 8. Бұл жерде тапсырмаларды қазір орындап шығатын боламыз. Бірінші тапсырмада қараймыз Find 11 more interests, яғни хобби, қызығушылықты 11 хоббидік табамыз, яғни өткен сабақтамыз, кітаптан өткен болатынбыз, интернет тауыпқан, екінші бізде компьютер, martial arts, animals деген сөз шығады, спорт деген сөз шығады, міне әріптердің арасынан тауып отырмыз, meeting friends деген сөз шығады, жақсылап қарасақ, photography, cycling, watching TV, books, music, arts деген 11 сөзді осы әріптердің арасынан тауып жазуға болады. Міне осылай жазамыз. Енді жанындағы үшінші тапсырмаға қараймыз. Exercise 3. Write sentences with the words in exercise 1. Осы бірінші тапсырмадағы сөздерді суретке қарап отырып қасына қойып шығу керек екенбіз. Бірінші cycling and photography, екінші сөйлемде music, үшінші сөйлемде sports and arts, төртінші сөйлемде computer games деген сөзді алады екенбіз оқушылар. Енді екінші тапсырмада complete the words in the text. Текстің ішінде сөздер берілген, бас әріптері бар, қалған әрібін өзіміз тауып жазу керек екенбіз. Бұл да бізде қызығушылыққа байланысты. Бірінші books сөзі, екінші meeting friends, үшінші chatting, төртінші cycling, бесінші watching TV, алтыншы computer, жетінші photography, сегізінші sport, тоғызыншы martial arts деген сөздер шығады екен. Енді жанындағы тапсырмаға қараймыз. What are you interested? Use the words in exercise 1. Бұл жерде де әркім өзінің қызығушылығы туралы жазса болады, және бірінші тапсырмадағы сөздерді қолданса болады. Мен тек қана мысал ретінде бір-екеуін жазып қоямын. Мысалға, I'm really into books and cycling. Екінші, I'm not interested in chatting on the internet. I love photography and sports. I don't like watching TV. Яғни әркім өзінің қызығушылығы туралы бірінші тапсырмадағы сөздерді қолданып жазса болады екен оқушылар. Енді келесі бетке қараймыз. Бізде өткен have got, яғни бар деген мағынаны білдіреді, және демеуліктер preposition about, of, by деген демеуліктер берілген. Have got-ға қараймыз. Exercise 1, бірінші тапсырмада complete the table with the words, яғни төбедегі қорапшаның ішіндегі has, haven't, have, hasn't, has, have деген сөздерді мұнда қою керек екенбіз, ережеге сәйкес, яғни бірінші бізде have қойылады, яғни мен, сен, біз, олар деген кезде біз have-ты қолданамыз. Екінші, үшінші жақта he, she болған кезде біз has-ды қолданамыз. Немесе болымсыз болған кезде бізде have not-ты қолданамыз. Үшінші жақта has not-ты қолданамыз. Сұрау сөйлем кезде have пен has алдына шығып кетеді. Екінші тапсырмада write affirmative or negative sentences using have. Have got-ты қолдана отырып, болымды немесе болымсыз сөйлемдерді құрап жазсақ болады. Мен 6 сөйлемді астына толықтырып жазып өттім. Енді келесі exercise 3, write questions and short answers using have got. Яғни бұл жерде де have got-ты қолданып отырып, егер X болса болымсыз сөз және сұраулы сөйлемдерді құрап, астына қысқаша жауап беру керекпіз. Бұл жерде де мен 6 сұрақ қойып, астына 6 жауап беріп кеттім. X болса, ол жауабымыз бізде болымсыз болу керек, жоқ деген жауап білдіреді. Ал птичка болса, онда ол сөйлем болымды болу керек екен. Келесі prepositions about, of, by. Төртінші тапсырмада what has been got, look at the list and write he's got or he hasn't got. Then complete the sentences with about, of, by. Яғни мына жерде Беннің расписаниясы берілген, яғни не бар, не жоқ екенін біз суретке қарап отырып, соны жазып шығу керекпіз. Бұл жерде мен 4 сөйлем құрап кеттім. He's got a DVD by Dizzy Rascal. He hasn't got a book about photography. Үшінші, he hasn't got a CD by Rihanna. Төртінші, he's got a poster of Bart Simpson. Міне осылай орындадым. Енді келесі exercise 5, write true affirmative and negative sentences using have got, haven't or has got, hasn't got. Яғни төбеде өткен have got, hasn't got-тарды қолданып біз болымды, болымсыз сөйлемдерді құрау керек екенбіз. Әркім өзіне байланысты. Мен мына жерде 6 сөйлемді құрап жазып қойдым.
мысалға, I have got a pet, we have got an English lessons, my teacher hasn't got long hair, my friend hasn't got a TV in her room, my cousin has got black belt in karate, my school friends haven't got a bicycle. Жарайсыңдар оқушылар, барлық тапсырманы орындап болдық. Сұрақтарың болса комментарийға жаза кетіңдер. Келесі кездескенше сау болыңдар.